Байлық келсе де, ол берекесімен келгенін тілеуіміз керек Алладан. Құр байлықтың өзі керек емес. Өйткені ол қаншама байлық бар, талай адамның жалғыз баласын жұтып кеткен. Қаншама байлық бар, ол бай емес кезде күліп ойнап өмір сүріп, байлық келген кезде анаған басқа қатын керек болып, мынаған басқа бай керек болып, отбасы быт болып кеткен қаншама әулеттер бар. Сондықтан байлық келсе, берекесімен келсін. Денсаулық келсе, берекесімен келсін. Яғни берекесі деген бір хайырыменен, арты жақсы болып, түпкі нәтиже дұрыс болып, балапанды күзде санайсың дейді ғой. Сен мүмкін тауығыңның астындағы 100 жұмыртқадан 100 балапан шыққан шығар, бірақ күзде 10 балапан қала ма, қалмай ма? Мысық бар, табиғат бар, басқа бар деген дейді. Сондықтан біздің өміріміздің соңы жақсы аяқталса, немесе біздің артымызға қалған ұрпағымыз сол байлықпен күнә жасамай, бір берекелі болып біздіңге сол қалдырған байлығымыздан сауап келіп тұратындай болса, міне сол адам шын бай адам деп айта аламыз.